достар, сіздермен бірге Шейн KZ. Және де мен бүгін біреуізін түсіріп жатырмын. Қанағат өзінің жұмыстарымен кетіп қалды, сұранып деп мұғай. Әйтеуір ауылға кетіп қалды. Ауылда шақыр қапты. Және де достар, бүгін біз египетческий кодты шақыратын боламыз. Ол шын ба әлде өтірік па, соны көреміз ғой. Ал ол египетский кодты шақыру үшін мынандай қап-қара әртүрлі нәрселер керек. Фломастер немесе карандаш или ручка. Және де осындай қағаз керек. Және де шақыра берейік. Шақыруға деп ме? Оны шақыру үшін ең бірінші пирамида саламыз. Неки? Бүйтіп пирамида саламыз. Опа. Мінеки пирамида. Одан кейін соның үстіне мысықты саламыз. Мысық менде қолымнан келмейтін сияқты да, мысық. Бит салсайық. Тұра берсін. Так, мысық. Вай. Мына аяқтары. Және де мінекей мысық. Енді осы қағазды, айтпақшы, осы мысықты қап-қара түспен бояу керек қойшы. Мінекей. Мысығым күшті шығатын секілді мен. Әйтеуір осылайынан қап-қара түспен бояп тастаймыз мысықты. Осылайынан болды. Енді артқа қоямыз. Осы артқа аударып, сол жаққа тілектерім жазамыз. Біріншісі. Маған 200 теңге. 200 теңге. Және де флай сотка. Екіншісі. Флай сотка. Үшіншісі прикол үшін, мысалы, мишка. Мишка да бола берсін. Және де төртіншісі антистресс. Бесіншісі. Давайте шахмат. Бесінші шахмат. Алтыншысы. Так. Алтыншысы для прикола давайте. Әртүрлі түсті карандаш жасайық. Түрлі түсті карандаш. Және де достар, осы тілектерден 7-ақ тілек қойға болады. Жетіншісі, давайте, бинт. Андай қолға кетті, төйлесіп, сөйтіп, не істей береді. Сондай бинт. Мінеки біздің 7 тілегіміз. Және де осын бейтіп қояқ. Соған тағы да бір подарки 20 теңгені қоясайық. 20 теңген. Сосын египетский код приди и желание мои исполни деп 3 рет айтамыз. Сосын ол келсе, одан кейін осы мысық артқа қарау керек болады. Артқа қарау керек та. Одан кейін 5-6 минут күте тұрамыз сол мысықты. Одан кейін оны андай осы жаққа келеді, не істейміз. Короче, сөйтеміз. Онда шақыра берейік. Египетческий код приди и желания мои исполни. Египетческий код приди и желания мои исполни. Египетческий код приди и желания мои исполни. Давайте достар қылайық тез. Давайте мынау жаққа. Енді 5-6 минут күте тұрамыз. Достар, сіздерге сосын звондаймын. Да, не істегеннен кейін. Ну, короче.
сіздерге 5-6 минут өткеннен кейін звондайтын болам. Достар, мен бір дыбыс естім. Египетский кот келген сияқты. Құлаватыр, естіңіздер ме? Мәссаған, египетский кот келді шынымен де. Енді мені тауып алмаса болды. Жарайды, 5-6 минут тағы да отыра тұрайық. Египетский кот кеткенше. Сіздерге сосын звондайтын боламын. Мінекей достар, 5-6 минут күтіп тұрдым. Енді шыға беруге болады шығар. Египетский кот уйди, египетский кот уйди, египетский кот уйди. Достар, бұл шын. Египетский кот келді. Мінекей, басы аударылды. Так, қағазда жыртылыпты. Так, 200 теңге. Бірінші тілек, мінекей 200 теңге. Флай сотка. Міне, сотка флай шынымен де. Жарайды, үшіншісі Мишка, міне Мишка. Жаным сол, Мишка да келді. Төртіншісі антистресс, міне. Мәссаған. Египетский кот шынымен де бар екен осы жақта. Так, шахмат, мінекей шахмат. Кәдімгі шын шахмат. Және де түрлі түсті карандаштар. Қайда ол? Міне. Карандаштар. Және де бинт. Мінекей бинт. Мә, достар. Мен өзімнің көзіме сенбей тұрмын. Египетский кот келді. Менің желаниямды орындады. Мә, достар. Сіздерге де осын советую, шақырыңыздар. Бірақта оны египетский кот уйди дегенді ұмыт кетпеңіздер, әйтпесе ол күнде сіздерді қорқытып, сөйтіп мүмкін заттарды құлатып, сөйтіп 3 рет соны айтуыңыздар керек. Мәссаған. Өзімнің көзіме сенбей жатырмын. Египетский кот шақырғанды. Мә, достар. Жарайды, достар. Сау болыңыздар. Осыны сіздер де үйлеріңізде қайталап көріңіздер. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Шайын KZ каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.